Саламатсыздар ма қыздар? Менің есімім Асылзат. Мен Биаси компаниясының менеджері боламын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Биаси компаниясындағы 12 түрлі табыс көзі болып табылады. Яғни, ең бірінші біздің табыс көзіміз доход с продаж. Яғни, сіз компанияға тегін тіркелгеннен кейін, компания сізге 33% скидкамен өнімдерін береді. Сіз соны ішкі бағада алып, каталог бағасында сататын болсаңыз, содан түсетін пайда, яғни доход с продажа деп аталады. Ол сіздің ең бірінші табыс көзіңіз болып табылады. Екінші табыс көзі акциялардан келетін, яғни выгодный дебют деп аталатын біздің компанияда 6 шақты подаркілер бар. Бірінші, сіз компанияға тіркеліп, 33% скидкамен 100 балға, яғни өзіңіздің жеке товар айналымыңыз 100 балға заказ жасайтын болсаңыз, сіз мына подаркілерді ай сайын небәрі 99 рубльге ала аласыз. Ал егер де қыздар, сіздер ай сайын 150 балдан заказ жасайтын болсаңыз, яғни жеке товар айналымы 150 бал болатын болса, қыздар, сіздерге мына подаркілер тегін келеді. Үшінші табыс көзіміз маркетинг план. Яғни, қыздар, біз осы маркетинг планмен қана өсеміз. Осы маркетинг планды дәл осылай жұмыс жасайтын қыздар 4-5 айда 90 мыңнан 150 мыңға дейін табысқа жетеді. Яғни, сіз тегін тіркелгеннен кейін өзіңіздің жеке товар айналымыңызды 100 балдан жасайсыз. Сіз бірден дебютант 3%-ке шығасыз. Ол деп отырғанымыз 17 мың мен 18 мыңның арасында өзіңіз жеке товар айналым жасайсыз. Сол кезде сізге компания ең бірінші 500 теңге айлықтан бастайды. Сізге сол кезде 500 теңге айлық шығады. Екінші, сіз астыңызға екі құрбыңызды ертіп, үшеуіңіз 100 балдан 300 бал жеке командалық товар айналым жасаған кезде, сізге компания 2,5 мың теңге шығарады. Арғарай, сіз ол кезде, қыздар, 6% консультант боласыз. Одан кейін ведущий консультант. Ведущий консультант деп отқанымыз 9%. Яғни өзіңізден бөлек командаңызда 5 қыз болу керек. Алтауыңыз, яғни өзіңізбен қосқанда алтауыңыз 100 балдан заказ жасайтын болсаңыз, қыздар, сіздерге 5,5 мыңнан 7,5 мыңға дейін айлық шығады. Осылайша кете береді, қыздар. Біз айлық алу үшін тек қана команда құруымыз керек. Вице-директор статусы бізде ең жоғарғы 23%. Ол командада белсенді 50 адам болу керек. Көбіне бізде сұрап жатады, 50 адамды бір өзім тіркеймін ба деп. Жоқ, әрине, қыздар, бұл жерде команда бойынша. Сіз ары кетсе 5 қызды тіркерсіз, 5 қыз өзінің 5 құрбысын шақырады. Осылайша сіз команда құрасыз. Егер командаңызда 50 қыз белсенді түрде жұмыс жасайтын болса, сізге компания 90 мың мен 150 мыңның арасында айлық шығарып береді. Бұл біздің маркетинг планнан түсетін табыс көзіміз. Ай сайынғы айлығымыз осы болып табылады. Бізде 5-ші премия табыс көзіміз. Бұл сіздің айлығыңыздан бөлек, яғни жаңа біз айттық, мына жерде 23% вице-директор статусына шығасыз, командаңызда 50 қызға жеткенде. Сол вице-директор статусын 6 ай қорғап, сіз директор статусына жеткенде, сізге 1000 евро премия береді. Осылайша астыңыздағы жаңа тіркеген 5 құрбыңызды да директор статусына шығарған кезде, әр қыздың директорға жеткізген сайын сізге 1000 евродан қосымша төлеп отырады, қыздар. Мысалы, сіз астыңызда 2 қыз директор шығардыңыз, золотой директор болдыңыз, сіз 2000 евро премия аласыз. Арғарай 3 қыз шығарсаңыз, сізге 3000 евро премия береді. Сапировый директор статусында сізге 4000 евро береді, қыздар. Бұл айлықтан бөлек. Қазір 1000 евроның өзі 400 мыңға жуық ақша. Біздің компания евромен төлейді, өйткені бізде компаниямыз европейский компания, қыздар.
Және бізде бір табыс көзі бар, ол накопительный бонусный счет деп аталады. Яғни сіз өзіңіздің рұқсатыңызбен компанияға өтініш жазасыз. Директор статусына жеткеннен кейін маған табыс көзімдің, ай сайын табыс көзімнің 10%-ін мен жаңағы осы компанияның депозит сияқты да бұл қыздар, компанияға салып отырғанмын. 12 ай өткеннен кейін сізге компания бұны бірге бір қайтарып береді. Яғни миллион мысалға жиналды делік, сізге бір айда айлығыңыздың 10%-нен. Сізге компания бір жыл өткенде оны 2 миллион қылып қайтарып береді. Ол үшін сіз жыл бойы өзіңіздің жеке товар айналымыңызды 300 балдан жасап отыруыңыз қажет. Тағы бізде табыс көзі бұл сапировый директордан. Яғни сіз сапировый директор статусына жеткен кезде сіздің премиядан бөлек, айлықтан бөлек қыздар 1,5 миллиондай ақша төлейді. Яғни ол ақша қайдан келеді? Бүкіл товар обороттың 1%-ін бір реттік ақша төлейді сізге қыздар. Бұның өзі бізге компанияның беріп отырған өте күшті мүмкіндігі. Және автопрограмма. Біздің ғана компанияда қыздар вице-директор статусынан кейін машина программасына қатысуға болады. Яғни 23%-ке жеткеннен кейін сіз директор статусын қорғамай-ақ осы программаға қатыса бересіз. Ол үшін компанияның өзінің қояды арнайы шарты бар, соны орындау қажет. Ол шарт сіздің машинаның таңдаған жаңа маркасына байланысты. Сіз қымбат машина таңдайсыз ба, арзан машина таңдайсыз ба? Яғни машинаны да өзіңіз таңдайсыз, оның түсі қандай болу керек, барлығын өзіңіз таңдайсыз. Соған қарап компания сізге условия қояды. Сіз соны орындасаңыз, машина сіздікі болады. Одан кейін қыздар, квартирная программа. Бізде үй программасы да бар. Үй программасы да қарастырылған қыздар. Сосын үшінші шетелге саяхат. Бұл компанияның счетынан тегін директор статусына шыққаннан кейін уже сіз осындай шетелге баруға жаңағы мүмкіндік аласыз, шақырту аласыз. Қазіргі таңда бізде Гүлжан 1 жылдың ішінде уже 2 рет Москваға шақырту алды. Қазір Москвада компанияның счетынан, яғни біз сол жақтағы заводтармен танысып, сол жақтағы руководствомен танысып, Москваны аралап, қыдырып қайтады. Алдын ассамблеяға барып, өзінің 3000 евро премиясын алып келген қыздар. Бізде қыздар қазіргі таңда 2018 жылы уже қазір условия қойылды, көретін болсаңыздар. Сингапур, Малайзия, Таиланд елдеріне баруға мүмкіндігіңіз бар, қайғайсыңыздың болсын. Келесі жылы күзде Кипр еліне баруға тағы да мүмкіндік бар. Ол үшін директор статусқа шығасыздар, және компанияның қойған условиясы ол жемчуг жинау. Яғни команда құрып директор статусына шығу. Бұл да бір сіздің қалтаңызды жаңағы экономдайтын саяхаттардың бірі. Яғни сіздің қалтаңыздан ақша шықпайды, бірақ осы компанияның счетынан қыдырасыздар. Одан кейінгі бонус развития деп аталатын біздің 9-шы жаңағы табыс көзіміз бар. Бұл сіз 18%-ке жетіп, осы 18%-ті 3 ай құламай ұстап тұратын болсаңыздар, қыздар, сізге компания 100 000-ды подарок ретінде счетыңызға түсіріп береді. Және клуб дистрибьюторов BC және клуб лидеров BC деп аталатын біздің тағы бір табыс көзіміз бар. Бұл бірінші дистрибьюторов BC-да, қыздар, сіз шаговый подаркілер бар ғой, соны үзбей 100 балдан 6 ай бойы заказ жасап отыратын болсаңыз, сізге бижутерияның коллекцияларын подаркиге береді. Ол бижутериялар аллергия тудырмайтын, қараймайтын, алтынның суына жалатылған, таза жаңағы көздері де жақсы тастан жасалған бижутериялар келеді, подаркке келеді. Ал директор статусынан бастап сіз дорожный набор жинауға мүмкіндігіңіз бар. Сізге уже шетелге саяхатқа дайын наборлар беріп отырады.
Және бізде соңғы тағы табыс көзіміз бар, бұл эко-магазин деп аталады. Яғни бюро ашу, өз қалаңыздан бюро ашу. Қазір бұл компания Қазақстанға жақын жаңадан келгеннен кейін көп аудандарда, қалаларда бізде бюро жоқ. Сондықтан қыздар, компанияға тезірек тіркеліп, өз қалаңыздан бюро ашуға ұмтылыңыз. Өйткені сол бюроға келіп түскен барлық товар обороттың 15%-ін компания сізге төлеп отырады бюро ашқаныңыз үшін. Және сол жерге мысалға өте төмен жеңілдікте заттар ала аласыз. Қыздар, бізде Вяси компаниясының беретін мүмкіндіктері өте көп. Пайдаланыңыздар, тегін тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса, қалай команда жинау керек, қалай жұмыс жасау керек деген сұрақтарыңыз болса, менің байланыс телефон номерім 747 741 97 44. Инстаграм парақшам Асылзат Алибаева. Бізде өзіміздің жобамыздың аты Worth the Life, яғни достойная жизнь деп аталады, қыздар. Менің командамда мен сіздерді күтемін. Алда өте жақсы сабақтар болады. Бізде үйрену тегін, арнайы жүйемен жұмыс жасаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.